Ассаламу алейкум достар, сіздермен Гүлнұр. Бүгін біз сіздермен бірге кешкі асқа өте оңай әрі дәмді тойымды тамақ түрін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен видеода көрсетілгендей тауық еті, саңырауқұлақ, баклажан, картоп, сәбіз, қызыл тәтті бұрыш, асқабақ, пияз, сарымсақ және қызанақ қажет болады. Ең алдымен біз сәбізді осылай қиғашына орташа көлемде турап аламыз. Содан кейін асқабақты да осындай қатты езбей орташа көлемде турайтын боламыз. Пиязымызды да жіңішке етіп тураймыз. Қызыл тәтті бұрыш бұл жерде менде тоңазытқыштан алынған. Оны да орташа көлемде тураймыз. Ал сарымсақты өте майдалап турап аламыз. Және саңырауқұлақты осылай 4 бөлікке әдемі етіп бөліп дайындаймыз. Баклажанымызды да орташа көлемде дөңгелек етіп тураймыз. Картопты дәл баклажан турағандай орташа көлемде дөңгелек етіп турап аламыз. Қызанақты да жіңішке етіп турап дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттерді осы қызып тұрған майға ең әуелі біздер пиязымызбен сарымсағымызды қосып тауық етін барлығын жақсылап қуырып аламыз. Артынша қызарту үшін қызанағымызды үстіне саламыз. Сәбізімізді, асқабақ және қызыл тәтті бұрышымыздың барлығын қосып жақсылап қуырып, түсі дәмі шыққанша бұқтырып қоямыз, қазан бетін жауып. Содан кейін барып, бір 5-10 минуттан кейін ашып, үстіне баклажан, саңырауқұлағымызды салатын боламыз. Үстіне кішкене асты жабыспау үшін су құйып жіберіңіздер. Су құйғаннан кейін бір 10 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Астын жай отта қоямыз. Содан кейін барып 10 минуттан кейін үстіне картопын, тұз, бұрыш, мен бұл жерде вегетта және копченый паприка қостым дәміне. Содан кейін бір жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін міне бізде осындай тамақ дайын болады. Мен енді ыстық кезінде осылай үстіне әдемілік үшін сыр септім. Сеппесеңіздер де. Сыр тамаққа өте бір ерекше үйлесімділік береді. Мен жанына осылай жеңіл салат жасадым. Баршаңызға ас болсын. Тамақ ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.